ата-бабаларымыздан келе жатқан ұлттық сусынымыздың қымыздың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені талай мәрте жазылып келеді. Қымыздың құрамында с дәрімен сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Қымыздың құрамында жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Құрт ауруларының алдын алады. Ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы әсер етеді. Саумал қымызды ретінде буын ауруларын ішсе тіпті пайдалы. Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып нәрлетеді. Демек, емізулі балаға пайдасы орасан. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырлары қорғалған зиянды қалдықтардан тазартады. Іш қатудың алдын алады. Ашыған қымыздан ішу буын ауруларын өте пайдалы. Адам денесінің күш-қуаттарын арттырып, бүйрек пен бауырды қанағаттандырып, қан тамырларын тазалайды. Буын аурулары мен сүйек қақсауын, жүйке жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сар ауру, ұйқысыздық, іштегі жара сияқты аурулардың алдын алады және жеңілдетеді. Қымыз адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Дәрігерлер қымызды безгек ауруына, жөтелге қарсы ішуге кеңес жасайды. Тұрақты түрде қымыз ішкен адамның иммунитеті арттырады. Бие сүтіндегі май қышқылдарымен қан айналымы жақсарады. Бие сүтіндегі лакоферин атты ақуыздан Ресей ғалымдары қатерлі ісікке қарсы дәрі ретінде жасауда. Қымыз ішкен адамның жаны мен қаны бұрынғы ішкен арақ пен сыраның зардаптарынан тазартады. Қымыздың майы атеросклероз ауруларына шипалы. Қымызды В12 дәрумендері бар болғандықтан ол жүйке ауруларына өте пайдалы. Қымыз ас қорыту органдарын, жүрек тамырына, жүйке жүйесін, басқа да органдардың қызметтерін жақсартады. Қымыз ішкенде адам тәбеті тасалады. Оған қымыз құрамындағы сүт қышқылы әсер етеді. Қазіргі медицина қызметі антибиотиктермен, басқа да дәрі-дәрмектермен байланыстыра өкпе туберкулезіне, бүйрек, сүйрек ауруларына, ішек қарын, жүрек тамырларын кеселділерін емдегенде дәрумендер жетіспегенде қолданылады. Қымыз мал ауруларын емдеп жазуда кеңінен пайдаланылады. Оның ем болатын сырқаттар, бұзаулар, құлындар, диспенсия ауруларына шалдыққанда, бұзаулар мен құлындардың, балапандардың, тауықтардың ащы ішегі қабыну белгілері байқалғанда, бұзаулар мен құлындармен қан бөлінетін гастроэнтеритті ауруларға ұшырағанда, ірі қара малдың асқазанды әлсірегенде, балапандар А және В дәрумені жетіспеген кезде қымызды пайдаланады. Жалпы келгенде қымыздың әсері адамның бүкіл ағзасын өзгертеді. Физиологиялық, химиялық үрдістерді күшейтеді. Зат алмасуын қалпына келтіреді. Қымыздың әсері адамның бүкіл ағзасын өзгертеді. Ондағы физиологиялық, биохимиялық үрдісті күшейтеді және оның зат алмасуын қалпына келтіреді. Қымызда адам ағзасына көп қажетті элементтер бар. Адам тамағында В1 дәрумені болмаса, онда ол бергебери ауруына шалдықтырып, мұндағы адамның қозғалғыштық және сергектік сезімі жүйкелері зақымданады. Және де В12 дәрумені жоқ болса, жілік майында қан құрау бұзылады, қан аздық пайда болады. Мұнан қымыз ішіп сақтанып алуға болады. Егер сізге менің каналым қызықты болса, маған қолдау білдіріп, лайк басып, подписать бөлімін бассаңыздар болады. Рахмет, сау болыңыздар.